Айлықты алып дәл осылай қуанып отырып, бірақ ертесіне қандай көңіл күйде боласыз. Сіз міндетті түрде бұл видеоны соңына дейін көріңіз, себебі ақша жинау білмейтіндер үшін және бұл проблемалардың шешімін табу үшін сіздерге арнайы видео түсірдім. Сіз ақша жинау, аз айлық аламын, оны қалай жинаймын дейтін болсаңыз, және де айлық аламын дегенше қарызға батып қаламын, кредит ол жабылмайды дейтін болсаңыз, мына кеңестерді естен шығармаңыз. Бұл кеңестердің барлығын мен шығарған жоқпын, бұның барлығы арнайы психологтардың және осы қаржылық сауаттылыққа байланысты тұжырым жасаған ғалымдардың ой пікірлері. Бәріне ақша жеткізу мүмкін емес десеңіз, сіз қатты қателесесіз. Қазақта тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады деген сөз бар, иә? Бұл тұрғыдан сізге миллионерлер ұсынған бірнеше ережені еске саламын. Міндетті түрде соңына дейін көріп, оны жадыңызда сақтаңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші, күніңізге арнайы жоспар құрыңыз. Ақшаның қайда кететіндігін және қайда көп ақша жұмсайтыныңыз жөнінде есеп жүргізіңіз. Есеп күнделігі және жоспар күнделігі міндетті түрде болуы тиіс. Екіншіден, қымбат әрі пайдасыз тағамдарға ұмтылмаңыз. Жоғарыда айтып өткендей, тарта жесең тай қалады деп фастфудқа жұмсаған ақшаларыңыздың барлығы сізге көп пайда әкелуі мүмкін. Денсаулыққа зиян емес. Қонаққа көп бару қалтаны қағады. Есіңізде болсын, пайдасыз, қажеті жоқ және қажетсіз жерлерге бара берудің қажеті жоқ. Неге? Өйткені қонаққа бару арқылы сіз қаншама энергияңызды және ақшаңызды жұмсайсыз. Өтірік әңгімелер кетуі мүмкін ол жерде. Төртіншіден, уақытша қызық үшін өтірік шалқымаңыз. Өзіңізді бай ретінде көрсетуге тырыспаңыз. Өзіңді байсалды ұстау қажет. Уақытты міндетті түрде тиімді пайдалана отырып, өзіңіздің дамытатын, қосымша табыс әкелетін кәсіппен айналысқаныңыз жөн. Бесінші, қажеті жоқ, қызығы тез басылатын заттарға әуес болмаңыз. Мәселен, арзан киімдерге ұмтылмаңыз. Қымбат, сапалы, ұзаққа шыдайтын киімдерге ұмтылғаныңыз жөн. Алтыншы, әр күннің соңында өзіңізге есеп беріп үйреніңіз. Тиыннан теңге құралады. Қарапайым тәсілдермен ақшаңызды жинап, арманыңызды орындаңыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бұны ешкімге айтып қоймаңыз.